Реально тәтті котлет, конечно, қыздар, сендер бұны точно жасап көрмедіңдер. Егер де жасап көрмесеңдер, бүгіннен қалмай жасаңыздар. Тәтті болғанда да тәтті, бұны завтракқа да жесеңіздер болады, өте жеңіл. Ішіне қосатын қоспалардың өзі қолжетімді, үйдегі заттар. Бұны көбінесе батыс жақта котлет деп атайды. Енді сіздерде қалай атайды, не атайды, не деп атайтынын білмеймін. Бұған керекті заттар, яғни капустаны өзіңіз қалауыңыз бойынша турайсыз осылай. Үстіне сүт қосасыз, бір жұмыртқаны қосасыз, араластырып, үстіне шым-шым тұз саласыздар. Содан кейін үстіне енді өздеріңіз капусталарыңыз қаншалықты екен білмеймін, енді өздеріңіз қарап капустаға шамал кішкене ұн қосасыздар үстеріне. Соның арасында майсамса пісіріп үлгердім. Енді әр жақта әр қалай ғой. Енді баламен арпалысып жүріп шамалы күйіп кетті. Бірақ мен осыны бар ғой, таңертеңгі завтракқа жегенге жақсы көрем, әсіресе мұздай күйінде жеген жақсы көрем. Осылай холодильникке салып қойып жейсіздер, вообще тәтті болады. Таңертең завтракқа жесеңіздер де тәтті, өткенде бұл жеңіл. Кешкі ужинға да жасасаңыздар да болады. Сіз осындай котлет жеп көргенсіз ба? Бізге ас болсын.